Баршаңызға сәлем. Бүгін біз осындай окрошка дайындайтын боламыз. Өте оңай әрі тез дайындалатын тағам. Және жаздың күні салқындай ішілетін тағам болып келеді. Мен ең алдымен жұмыртқа мен картошкамды пісіріп дайындап алдым. Редиска, қияр, докторский колбаса, укроп, көк пияз, айран және сарағаш газдалған бәрін дайындап, жуып дайындап алдым. Енді осыларды майдалап, төртбұрыштап етіп, турап шығамыз. Осылай бәрін дайындап қойдық. Енді осыларды кастрөлімізге саламыз. Ең алдымен көк пияз бен укропымызды салып, үйіңізде кішкентай оқтау болса, соны аяқ жағымен немесе осындай ағашпен алып, үстінен басып безгілеп аламыз. Кішкене суын шығарып. Ол біздің окрошкамыздың дәмін келтіреді. Және қалған қоспаларымызды осылай біртіндеп салып шығамыз. Бәрін осылай салып аламыз. Негізінде окрошкаға горчица кіреді. Мен бірақ қосқан жоқпын. Өйткені ол маған ұнамайды. Бәрін салып алғанбыз. Осылай салып алғаннан кейін айранымен газдалған сусынымызды қосамыз. Сіздер сарағаштың орнына басқа минералды суды газдалған соны алып қоссаңыздар болады. Және үйдің қол айраны болса тіпті керемет болады. Осы құйып алғаннан кейін араластырамыз жақсылап. Және тұз қосып, дәміне қарай тұзды қосасыздар. Одан кейін жақсылап араластырамыз. Біздің тамағымыз дайын болды. Ұнап жатса лайк, подписка, қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Үйде дайындап көріңіздер, міндетті түрде ас болсын.